Ресейдің жаңа С-500 әуе қорғаныс жүйесі халықаралық деңгейде үлкен талқылау тудырып отыр. Кей сарапшылар оны 35 жойғышына қауіп төндіруі мүмкін деп бағалауда. С-500 Прометей Ресейдің келесі буындағы әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі. Ол ұшақтарды, баллистикалық және гипердыбысты зымырандарды жоюға арналған. Ресей билігінің мәліметінше, С-500 жүздеген шақырым қашықтықтағы нысандарды анықтап, бұрынғы жүйелерге қарағанда жоғары биіктікте жұмыс істей алады. F-35 жойғышы стелс технологиясының арқасында радардан жасырынуға арналған. Сарапшылар мұндай ұшақтарды жою тек зымыранға емес, сенсорлар мен анықтау жүйелеріне де байланысты екенін айтады. Батыс сарапшылары С-500 туралы мәлімдемелердің көбі әлі дәлелденбегенін айтады. Жүйе стелс ұшақтарға қарсы нақты ұрыстасын алған жоқ. Ресей шектеулі көлемде С-500 жүйесін орналастыра бастағанын хабарлады. Алайда оның толық жауынгерлік дайындығы жөнінде нақты ақпарат жоқ. Егер С-500 тиімділігін дәлелдесе, ол әуе соғысының болашағына әсер етіп, әуе қорғанысы мен стелс авиация арасындағы тепе-теңдікті өзгертуі мүмкін. Қазіргі таңда сарапшылар С-500 жүйесін нақты F-35 жойғышы деп атауға әлі ерте екенін айтады. Нақты деректер әзірге шектеулі.